Алағай, ассалаумағалейкум. Бүгін мына қазақ елі, бүгін мына кезекті Жасар ағамен сұхбатымызды бастайық деп жатырмыз. Қош келдіңіздер эфирге. Ал енді аға, кеше мына қаңтарда қайтыс болғандарға 40 күн болды деп, Алматы қаласында алаңда біраз адамдар жиналып, соны еске алды. Көп нәрсе айтылды. Енді соның бір бастамшысы болған бұрынғы саясаткер бұл, кейін бизнеске кеттім деп, артымды қысып тыныш отырамын деп еді, қайтадан шошаңдап шыққан өзі Болат Әбілов туралы. Сол кеше біраз сөз айтты. Енді сөздің тоқетері Тоқаев реформатор, реформа жасайды дегенде әңгіме айтты. Соған бір өзіңіз көзқарасыңыз айтсаңыз. Енді ассалаумағалейкум. Әбілов, Бутя маған өте жақсы таныс қой. Кезінде партияда бірге болдық. Бірінші Ақжол деп аталды, одан кейін Нағыз Ақжол деп аталды. Одан кейін осы Бутя оны азат қылып өзгертті. Азат қылып өзгертіп, соны билікке тіркеткізіп, өзіне емденіп жүрді. Содан кейін өзің айтқандай, осыдан 9 жыл бұрын болса керек. Мен енді саясатты қойдым, сол кәсіпкерлікке, бизнеске кеттім деп кеткен болатын. Содан кейін анда-санда естіп жаттық, анда жүр екен, мында жүр екен деп. Соның ішінде әлгі Қытайдың зауыттары келетін болды ғой бізге. 51 завод. Сол 51 заводтың келуіне араласып, сол жағынан да бір тірліктер жасап жүр дегенді естідім өз басым. Демек, ол пайдасыз жұмыс болмады деп есептеймін енді. Ол Болат пайдасы жоқ жерде онша жүрмейді ғой. Содан мінекей 9 жылдан кейін осылай аяқ астынан сумаң етіп шыға келді. Қаңтар қырғыны кезінде қаза болған боздақтарды еске алу үшін соның 40-ына 10-шы күні ақпанның барлығыңыз митингге шығыңыздар, рұқсат етілмеген, қазір қалай дейді, рұқсат етілмеген дей ме, әлде келісілмеген дейді, келісілмеген. Митингі мейлі, егер маған билік санкция қолданып атса, оған да дайынмын деген әңгіме айтып, сонымен халық шақырды. Содан кеше әлгі митинг өтті. Бұл митингіні әрине солай деп атау керек, өйткені солай болды. Қаңтар қырғынында қаза болғандардың аруағын еске түсіру митингі деп. Өйткені Бути шақырсын, башқа шақырсын, әйтеуір жиналды ғой халық. Аз болсын, көп болсын. Және көптеген пікірлер айтылды. Мен өз басым бара алмадым, өйткені ауырып жаттым. Қазірде ол денсаулық онша емес дегенмен, сол бүгін осы пікірімді білдірейін деп отырмын. Болат сонда сөйледі. Сөйлегенде бүйдеді. Оған сұрақ қойылды ғой. Тоқаевқа қалай қарайсыз деп. Содан Болат олай деді, бұлай деді, ақыр аяғында Тоқаевқа қалай қарайтындығын айқын айтпады. О жағынан орағытып өтті, бұл жағынан орағытып өтті. Сөйтіп, жалғыз түнгенім, Тоқаев енді реформа жасайды, соны күтуіміз керек деді. Және наурыз айында сөйлейді, сонында нелер екен, сонында күтейік деген әңгіме айтты. Сонымен Тоқаевты я жаман деген жоқ, я жақсы деген жоқ, жалпы ол жөнінде жеке басына қатысты тұлға ретінде, саясатшы ретінде, президент ретінде ештеңе айтпады деп айтуға болады. Сосын тағы бір сұрақ қойылды. Кезінде сіз саясатты қойып кетіп едіңіз деп. Оған берген жауабы, о кезде менің кеткен себебім, онда саясат нәтижелі болатын деді.
Сосын мен күттім қандай нәтижені айтар екен деп, бірақ ешқандай нәтиже айтпады. Демек бұл да бос сөз. Әншейін тек сол өзінің кету себебін жадағай осылай түсіндіру ниеті. Өйткені ол Бутия саясатта жүрген кезде бір нәтижеге жетті дегенді мен білмеймін. Демек, оның себебі басқа. Меніңше, ол жасыратын ештеңе емес. Ол кезде кет деді, кетті. Ал қазір кел деді, келіп отыр. Ал ол кел дейтін кімдер екені белгілі. Бутия шын мәнінде қанша уақыт оппозиция жүрдім деген кездерде ол жөнде айтылды. Билікпенен ауыз жаласып жүрді. Керек десе Назарбаевқа өзі тікелей кіріп сөйлесіп, келісіп, тірлік жасады. Бұл жөнінде мен де жазғанмын. Ертісбаевтың айтқанын, Ертісбаевтың сөзі бар айтқанын. Назарбаевқа Болат Әбілов түтін менен жиі кіреді деп. Ал президентке оның көмекшісі сирек кіретін болса, Бутия одан жиі кіретін болса, онда түсінікті емес пе жағдайдың не екенін, қалай болғанын. Сондықтан жаңағы партияға байланысты да басқа да тірліктерге орай Болат Әбілов тікелей сол кездерде Назарбаевпен келісіп жұмыс істеді деген әңгіме айтылды, және ол дәлелсіз әңгіме емес. Содан кейін сол көкесінің айтуымен болса керек, дереу саясаттан бизнеске қарай ауып кеткені. Ал енді қазіргі шыға келген мен соған параллель жүргізем. Параллель себеппен түсіндірем. Шамасы, Тоқаев жөнінде тоғытер пікір айтудан тайғақтап, бұлай орақтып жүргеніне қарағанда, Болат Әбілов сол Тоқаевтың тапсырмасымен шығып отыр деп есептеймін. Сол айтты, шықты. Бұл Тоқаевтың жаңа осындай бір саяси кезеңге аяқ басуының бастамасы ретінде, ұпай жинауының басы ретінде қабылданады менің тарапымнан. Жақсатпенен халыққа көрініп, мінекей көрдіңіз бе? Опат болған халықтың аруағына басып, халыққа үндеу тастап шығып отыр. Демек, бұл халықтың азамат деген сондай ұпай жинау үшін. Ал шынымен оған дейін болған бүкіл дүрбелең, зобалаң, барлығының кезінде Болат қайда жүрді? Белгісіз. Оны өзі біледі. Сосын оның бір айтқаны, Тоқаев енді жаңағы реформа жасауға кіріскен адам екен, бұның айтуында. Ал мына болған бүліншілік барлығы ол Назарбаевтың режимінің кінәсі екен. Сол жалғасып жатыр екен. Кезінде өзі білесіздер ғой. Назарбаевтың авторучкасын пәленбай долларға сатып алған Бутия ғой, соны қасында жүрген. Жаңа айтқанымдай, сонымен жолығып келісіп, сөйлесіп, тірлік жасаған Бутия енді аунап түсіп, оны кінәлі қылып, кінәлі екені әрине белгілі, кінәлі, оған ешқандай әңгіме жоқ. Бірақ сонымен қатар бұл жерде кінәлілер қатарында Тоқаевтың атына тамауы. Демек, Бутия мынау бүкіл қырғынға болған қаңтар қырғынына бірден бір кінәлі адам екенін көрсетпей отыр. Одан аттап өтіп, Назарбаевты кінәлі қылып отыр. Осының өзінен жаңағы айтқан сөзім сол растала түседі. Демек, Тоқаевпен келісіммен шығып отыр деген сөз. Бұдан әрі қарай өзінің саяси тіршілігін Бутия Тоқаевпенен қол ұстаса, қатар жүріп, иықтаса жалғастырмақ ойы бар деп ойлаймын. Және солай келісілі деп ойлаймын. Бұрынғы ойынын қайта жалғастырайын деп жатыр ғой. Иә, енді тек иесі басқа. Егер мысалға кезінде жаңағы бір мысал келтірдім ғой. Бұл Назарбаевтың авторучкасын өте қымбатқа сатып алса, енді егер Тоқаев бірдемесін сататын болса, оны қаншаға алар екен деген ойда туады. Оны да көре жатармыз, уақыт көрсетер. Енді бұл мысал ретінде айтып жатырмын.
Ал жалпы алған кезде бұл өзі Ботяның өте бейімделгіш жігіт екені белгілі. Жел қайдан тұрса соны байқап тұратын, және өте халықтың басын айналдырып, алдап сулап ойнауға шебер машықтанған әртіс. Сол спектакль қазір жаңаша бір бөлімін ашып, пердесін ашып, соны бастап жатқанға ұқсайды маған. Ботя енді Тоқаев режимінің кезіндегі ойыншы ретінде сахнаға шықты деп есептеймін. Сосын бір айта кететін нәрсе, егер қазір өздеріңіз білесіздер, елімізде қаңтар қырғынынан кейін, қанды қырғыннан кейін жаппай қуғындау, қудалау, жазалау, азаптау процесс жүріп жатыр. Ал осы жағдайда халықты тағыда митингге шақырған Ботя солай болуға тиіс сияқты, ешқандай зардапсыз әрмен қарай жүріп кетті. Ал егер мысалға сондай халыққа шақыруды басқа біреу жасаса, бұрын оппозиция ретінде шын мәніндегі көзге түскен азаматтардың біреуі не болар еді? Оның нәтижесі алдын ала белгілі. Кем дегенде қамауға алынар еді. Осының өзі көрсетеді. Бұл келісілген шаруа екенін. Қорыта айтқанда, Ботяның тіршілігі осы өткен кешегі митингіде жақсы көрінді деп есептеймін. Дұрыс аға, енді кешегі митингіге бәріміздің келгіміз келді, бірақ біздің үйдің алдында 2-3 көлік тұрды. Мен өз басымда да тұрды 2 көлік. Таң атқан түнде келдім, ертең шыққанда көрдім. Үйде отырдық. Ал енді қалған жаңағы Әбілі сияқты, Мамай сияқтылар еркін барып, өзінің айтатынын айтып қайтты. Бұл да бір енді салдан қалған, Назарбаевтан қалған, Тоқаев қауысқан демократияның бір көрінісі десек те болады. Алаға енді мынау Әбілов туралы енді білеміз. Ол бастан ол жаңағы Назарбаевтың балдызы болды, жездесінің арқасында ойнап күлді. Қазақ қара суға жармай жүргенде шалқып-балқып өмір сүрді, одан саясатқа ауысты. Енді ол Әбілов, белгілі Әбілов болды. Ал енді осы жақында мен бүгін мына шетелде деген Монғолияда екенін өзі айтты сол сұхбатында. Монғолияда жүрген кезінде ДВК-ның мүшесі болып, кішкене қамау көріп, қуғын-сүргін көрген Жақияновтың өзі бір сұхбаттар беріп, қазір үшінші күш туралы қайдан келген, шетелден келді ма, жоқ басқа планетадан келді ма, ашық айтпады. Сол туралы айтып, өзін сол Тоқаевты қолдаймын деген бір әңгіме айтып қалды. Осының өзі бір ондай азаматқа жараспайтын, оны сол Ғалымжан осы қазақты қырған, осы қазақ Тоқаевтың қырып салып, осындай қаралып, қазақты неге әкелген біліп отырып, осындай әңгіме айтып отыр Ғалымжан. Сол туралы бір ойыңыз айтсаңыз, Ғалымжан туралы. Енді шындығын айтса, мен үшін бұл күтпеген жағдай болды. Жаңа өзің айтқандай Ботяны білеміз ғой, кім екенін, қалай екенін. Не айту мүмкін екенін. Ал енді осындай жағдайда бүгінгі қазақтың қан жылап қалған, қаншама отбасылары қара жамылған, қаншама ата-ананың жап-жас өрімдей ұл қыздары тұтқындалып, қинатылып, азапталып, қолдан террорист жасалып жатқан кезде, осындай зобалаң кезінде, соның барлығын жасаған Тоқаевқа сену керек деген әңгіме, бұл ешқандай ақылға сыймайтын әңгіме. Ғалымжан мына жағдайды білмей отыр деп мен ойламаймын. Мүмкін емес, ол жұрттың барлығы біліп отырған, бүкіл әлем біліп отырған жағдайды Ғалымжанның білмей қалуы. Демек, өкінішке орай, ол мұны бір есеппен айтып отыр деп білемін мен. Бұл жаңа ғана кім Әбілов жөнінде айтылған әңгімеге ұқсас. Сол жағдайға ұқсас. Осындай халықты қайғы қасіретке батырған адамды
адамға сену керек деген сөздің өзі соған жетелейді. Оған қалай сенуге болады? Тікелей көздеп, ескерусіз ату деген бұйрықтың салдарынан осы Алматыда, басқа жерлерде қаншама боздақтар қаза болды. Ешқандай кінәсі жоқ. Көздеп атылған оқтардан, ол снайпер бола ма, мергендер, әйтпесе әлгі Ресейдің арнайы Тоқаев шақырған жазалаушы әскерінен атылған оқ болды ма? Болмаса, осы жоғары жақтың өзі іске қосқан криминалдық топтардың оқтарынан қаза болды ма? Айырмашылығы шамалы. Қалай болғанда да олардың барлығы іске қосылды. Оған ешқандай күмән жоқ. Және соның салдарынан кішкентай емізіктегі балаға дейін, сәбиін емізіп отқан анаға дейін, өздерімен жайымен келе жатырған ерлі зайыптылар кішкентай қызымен бірге өз машинасында барлығы оққа ұшып жатса, бұны қалай деп атауға болады? Бұл тек қана геноцид деп аталу керек. Саналы түрде жасалған. Және не үшін жасалды? Сол Тоқаевтың ойдан шығарған 20 мың шетелдік террористерін растау үшін жасалып жатқан зобалаң бұл. Соны Жақиянов Ғалымжан көріп отыр. Көріп отырып, мынандай әңгіме айтқаны, мен мұны мүлде қабылдай алмаймын. Және Тоқаев осының барлығын айқындаймын деп айтты, модернизация жасаймын деп айтты. Соған сеніміміз керек деген сөз. Бұл енді саясатшының айтатын сөзі емес. Әсіресе Ғалымжан Жақиянов деңгейіндегі саясатшының. Сол себептен өкінішке орай мен айтарым, Ғалымжаннан менің көңілім қалды. Алда уақытта ол азамат ретінде мына елге, халыққа қызмет етеді деп мен ойламаймын. Мынандай әңгімеден кейін. Оған халықтан Тоқаев жақын болып тұр қазір. Қан жылаған сол Тоқаевтың қолынан, соның кесірінен қан жылап қара жамылған халықтан көрі, сол халықтың осы қасіретіне кінәлі Тоқаев оған жақын болып отыр. Бұл енді масқара жағдай. Қазіргі жағдайда өзі шынында да кімнің кім екені айқындалып жатыр бірінен соң бірі. Кейде қарап отырып өзіңнен өзің бір түрлі боласың. Бұл дүние не болып кетті деп. Әрине, осыған дейін мен Жақияновты жамандыққа қиған жоқпын, қимайтындай едім. Ал бірақ мына жағдай енді менің де көзімді ашқандай болды осы азаматқа қатысты. Өкінішті жағдай. Алаға енді аяқ астынан енді Ғалымжан елге келіп жатса, ол енді белгілі, ол халыққа емес, осы билікке Тоқаев қызмет ететін болды ғой енді. Әрине, оған ешқандай күмән жоқ. Ал енді құрметті ағайын, бүгін мына бір қысқа сұхбатымызды осымен аяқтаймыз. Осы бір екі енді өзіміздің шетте жүрген батырымыз деп ойлап жүрген Ғалымжанның сөзі өзімізге, қабырғамызға қатты батты, басымыздан бір найзағай түскендей болды. Сол үшін осы бір сұхбатты ұйымдастырып едік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Алла жар болсын, аманшылыққа қауышайық.